Шапалақ қайдағайын, келінің қадамы құтты болсын, бір қол соғып қояйық. Келді күлімдеп, шығыстан шыққан күнің боп, жар-жарын айтып жастауын, думаның өтсін ай дүрілдеп. Тілменен көзден сақтасын, келінің жұрты мақтасын, сыйынып жалғыз Аллаға, ақ босағадан ай аттасын, ақ босағадан ай аттасын. Oldu, артқа қарай, шамал артқа қарай тұрыңыздар. Бойымда аласармас рухым барда, қаймықпаймын қазақтай ұлтым барда. Алашқа сауын айтып той жасады, қуанышты бөлісер жұртым барда. Ассалаумағалейкум басымды иіп сәлем бердім бүгінгі бұлтыңдарға. Екеу болып отырған бойдағыңыз, орындалып көп күткен ойларыңыз. Бұлтыңдар не болса да құтты болсын бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз. Бұл тойды берілген соң хабарыңыз, бұл тойды жақсылыққа баладыңыз. Алланың қалауымен шаңырағын көтеріп жатыр екен манарыңыз. Манар балаң бір басы екеу болса таудай болсын дейінші талабыңыз. Қай кезде біздің баға кемідіңіз, домбыра болғаннан соң серігіміз. Сәбит көке сіздерге құтты болсын бүгінгі алып жатқан келініңіз. Жанымыз қуанышпен мүлдем сыңар, ағайым бізге құлақ түрген шығар. Манарын үйлендіріп ғорын күлді, анамызда қуанып жүрген шығар. Сөз айтып не қылайым бүгін майда, ағайын жақсылықты ырымдайма. Сәкең мен Орекеңді құттықтасам, қос қолдың шапалағы ұрылмайма бай. О, ағайын мынау кім деп қарамашы, жел сөзім дидарыңның садағасы. Бұл әулеттің боп кеткен баласындай, бұл сөзді бос сөз ғой деп санамашы. Сәкеңнің бүкіл тойын мен жүргіздім, тойыңыз құтты болсын алағасы. Олай болса тағы да келіп отыр сәкеңдердің семейный тамадасы. Осында ағаларым ісі мықты, ешқашан байқатпаған кісілікті. Дәл бүгін бұлтыңдардың бір баласы көк мұрыннан ақ келін түсіріпті. Ғашық оты жанады жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Қол ұстасып қосылған екі ғашық тек биік белестерге қона берсін. 9 ай 10 күннен соң Алла қалап дүниеге торсықтай бала келсін. Дүниеге келетін баласына ел мен жұртын ойлайтын сана берсін. Сол балдары есейіп ер жеткенде ел тізгінің қолына ала берсін. Бір екеумен шектелмей келген келін 10 шақты ұл мен қыздан таба берсін. Сол тілек қабыл болсын деген жандар шатырлатып шапалақ соға берсін ай. О, дәстүрі қазағымның алтын емен, қарасаң патша көңіл парқы менен. Ағайым бет ашарды мен бастайын қазақтың қасиетті салты менен. Сіздерде көрімдікті тастаңыздар, жаһандану заманның нарқы менен. Бет ашар біткеннен соң толып қайтсын қалтамда пустой тұрған парты менен. Қол ұстасып қосылса екі ғашық, ел жұрты тойламай ма еті насып. Ортаға жаңа келген жас келіннің рұқсат болса берейін бетін ашып. Оу, Манар сен талай қыздың арманысың.
Білемін жігіттердің арланысың. Өзіңе құтты болсын айтпаймын ба көк мұрынның аруын алған үшін. Келіп түскен келінге құтты болсын. Тек дәулеттің келіні болған үшін. Қалған бойда қыздарға көңіл айтам, Манаржаннан айрылып қалған үшін ай. О, айналайын ақ келін, бет ашатын алдыңда, Ержан дейтін жігіт тұр, топ алдына шыққанда, сайрап кетсін тұнық тіл, азғана ақыл айтайын, құлақты маған түріп тұр, назарды маған бұрып тұр, қыз біткенге дегендей, тыйым бұлда келінжан, әңгіменің аяғын сұйылдырма келінжан, сұрағанға жомарт бол, қиылдырма келінжан, шайшуын ата енеңнің, қиын қылма келінжан, модағы мис болып, жарты қарыс матаны, киім қылма келінжан, жамандыққа бойыңды үйір қылма келінжан, бір Алладан басқаға ұрпағыңды ертеңге сыйындырма келінжан. Ал келінжан, келінжан, келгенінше шамаңның, жасы үлкен адамның атын толық атама, бір-екі жыл шыдасаң, абысынмен табысып, қосыларсың қатарға, тойға барсаң табысып, көрінгенмен танысып, би-билеуден жарысып, стаканға жабысып, ішкіш келін атанба, қыдырғыштап төркінге ұшқыш келін атанба, күйеуіңе тыржыңдап, ұрсқыш келін атанба, әңгіме тасып әр үйден піш-піш келін атанба, түске дейін ұйықтап, төсекшіл келін атанба, сөз тасимын деп әр үйден өсекшіл келін атанба, бүйте берсең білерсің, жау боп кетер өзіңе, орын күлгенің түгілі сәбиттей қайын атаңдауи. О, келген жерің ақ келін, тектілердің мекені, төгілетін тілінің балы менен шекері, балам екеу болды деп, басына бақ қонды деп, қуанғаннан төбесі көкке жетпей тұр екелі, ұзын сөздің қысқасы көп сөйлеп Ержан нетеді, ұл мен қыздан ешқашан босамаған етегі, орынкүл туған енеңдей болсаң да саған жетеді ау. О, айналайын ақ келін, келіп түскен бүгінгі, бұлтыңдардың елін көр, бұлтыңдардың төрін көр, және тағы айтарым, шаңырақтың алауын жандыратын келін бол, тірлігіңмен талайды, таңғылатын келін бол. Өнегеңді ұрпаққа қалдыратын келін бол, Манарбектің өмірін балғылатын келін бол, топырлатып баланы табатұғын келін бол, шаңырақтың алауын жағатұғын келін бол, үйге мейман келгенде, есігіңнен енгенде, иіліп тұрып сәлемді салатұғын келін бол, үлкендердің батасын алатұғын келін бол, әрбір істің айтарым байыбына асықпай баратұғын келін бол, ұзын сөздің қысқасы өлшеулі ғұмыр өткенше, жастары жүзге жеткенше, атаң менен енеңді бағатұғын келін бол. О, бұл Ержан жамандықты аластайды, өйткені тігіп жатыр алаш бәйгі. Көргенделдің қызы ғой келіндерің, бұл сөзіме еш адам таласпайды. Сондықтан ұзақ ақыл айтпайыншы, сөзіміз алты қырдан әр аспайды. Осындай көргенделдің қыздарына көлгірсіп ақыл айтқан жараспайды. Жағынды сөйлемейін алыс қылып, бұл той қойды біздерді табыстырып, ортаға жаңа келген жас келінді әулетімен шығайын таныстырып. Болады өткендердің жайы қайғы, дәл бүгін қызыл тілім сайрайды. Ең әуелі бастайын әруақтардан, өл разы болмай тірі байымайды. Жет алмай кеткендер бар арманына, оларды еске аламыз таңдамына. Нысан досым, ең үлкен атаң өткен айналып заманының заңғарына. Арай күнмен гүлбараш әжең өткен айналып адамзаттың ардағына.
Ақ келін ізетпенен еліп қой, өмірден өткендердің әруағына вайыбеу деп. Ең әуелі осы шаңырақтан дәметкен, осы жалған дүниеден өткен Нысан досым адаларымыздың, Райкүл, Гүлбара шәжелеріміздің рух шәрпіне иіліп тұрып, қиылып тұрып бір сәлем болсын арнайы. Ағайын тойға келсе бәрі-бәрі, өткен дойлап көңілі қамығады. Бұл өмірден серіктей көкең өткен мардымды ғұмыр кешіп мағыналы. Манат пен бақтиярлар өтті өмірден соңында ағайыны сағынады. Ақ келін ізетпенен еліп қой, разы болсын саған әруағы деп. Тағы да бұл жалғаннан өткен Серік, Манат, Бақтияр, Абзал, Дүйсінбек көкелеріміздің рух шәрпіне де иіліп тұрып, қиылып тұрып бір сәлем болсын арнайы. Сұлусы жүректерден жылдам шығар, ағайын бізге мойын бұрған шығар. Өмірден өтті қанша ата желер, соңында қыз бар шығар, ұл бар шығар. Әруағына иеліп сәлем жаса, көктен қарап разы боп тұрған шығар деп. Бұл жалғаннан өткен Сәтен, Әбдіхалық, Базаркүл, Қалкүл үлкендеріміздің рух шәрпіне иіліп тұрып, қиылып тұрып бір сәлем болсын арнайы. Елімен биіктейді ер беделі, ерімен биіктейді ел беделі. Ай Зұлпқардай құдамыз өтті өмірден, оны ойласам көңілім шерленеді. Және тағы Ерболдай ағаң өткен, адамға бауыр екен ең керегі. Ай бұл жандарды жоқ десе сен алмаймын, көп уақыт болса да көрмегелі. Жақсы адамдар өлмейді, өйткен олар жұртының жүрегінде жерленеді ауайыбеу деп. Бұл жалғаннан өткен Зұлпқар құдамыздың, Ербол ағамыздың рух шәрпіне бір сәлем болсын иіліп. Бәрінің қабағынан сұрғайын, Ержанның жүрегінде жырдайын. Өмірден өткендерді айтып шықтым, ал енді үлкендерге бұрылайын. Жандары жақсылыққа жақын келер, жаяуға астындағы атын берер. Нұрғали, Тұрғанәлі, Жұмакүлдер бүгінгі бастаманы мақұл көрер. Мәрия, Сәулебек пен Алмашапам өмірде жақсылықтың сәтін көрер. Асылхан, Жайдархан мен Мейрамдар бар, жаны тек жақсыларға жақын келер. Айсара, Лида менен Ажар апаң бүгінгі қуанышты мақұл көрер. Үлкендерге иеліп сәлем жаса, сұрағанға жөн сілтеп ақыл берер айыбеу деп. Әулеттің үлкендер, үлкен ата енелеріңіз Нұрғали, Тұрғанәлі, Жұмакүл, Мәрия, Сәулебек, Алмаш, Асылхан, Жайдархан, Мейрам, Айсара, Лида, Ажар бастаған барша әулеттің үлкендеріне 3 сәлем болсын арнайы. Рахмет. Жар болсын деп Құдайым, сауық сайран құрайын, бұлтыңдардың төрінен той кетпесін алайым. Оңнан туса күнайың, тек жақсылық сұрайын. Енді туған атаңа сөз кезегін бұрайын. Ай шіркін жарандар, бермен қарай қараңдар. Келін алып той қылған Сәбит дейтін ағам бар. Қол соғыңдарда жарандар. Мадақтайтын ел осы, құрметтейтін жер осы. Балам екеу болды деп көкке жеткен төбесі. Талай қарман елесі,
құрылатын кеңесі, сенің атаң өйткені жігіттердің төресі. Ей шіркін қалайық, бермен қарай қарайық, келінімен құттықтап көкеме қол соғайық қалайық. Көңілдердің көптісі, жігіттердің рухтысы, Сәбит сенің қайнатаң, адамзаттың мықтысы. Өзісінің маманы, осында туыс жараны, өмірдегі енеңнің кір жұқтырмас адалы. Ей шіркін қалайық, тағы бермен қарайық, келінімен құттықтап көкеме қол соғайық қалайық. Келін сәлем салайық, не саларын қарайық деп, туған атаңызға арнайы сәлем болсын гәні. Қошемет, құрмет болсын ағайын. Өмірді ақылды адам адаспайды, сыйласқанның қалайша бағаспайды. 2 сағат мақтаба көкемізді бір-ақ рет салдырған жараспайды. Сәбит көкемді айтқанда елең етем, өсиетін өмірге өнег етем. Арт қарап тыңдап тұр ғой, көкем мені білмеймін, сенбейме екен, сенем екен. Атаңа 2-ші рет сәлем салшы. Салсой. Атаңыз 2-ші рет келем екен. 2-ші рет келетін ойы жоғау, білмей тұрмын мұнысын неден екен. 2-ші рет новидан 10 мың салды, ағайын көзіменен көрем екен. Атаңа 3-ші рет сәлем жаса, ергезегі 3-ке дейін деген екен. Тұрған кезде осынша елім қарап, айтатын жөнім бар ғой менің мадақ. 2 сәлем болғанмен платыны, аусаке 3-шісі тегім болады. Ержан бүгін көңіліңді бағады ғой, өлең айтса тіліңді табады ғой. 1-ші 5 мың, одан соң 10 мың салып, жиылған ел қызығып қарады ғой. 20 мыңдық боп жатса сала берсей, бәрібір керсен үйде қалады ғой. Орын күлді енеңіз, енем жаман демеңіз, сіз түгілі біздерде анамыздай көреміз. Қуанышпен елегіз, енем жаман демеңіз, енеңізге сондықтан енді сәлем береміз. Ей шіркін қалайық, бермен қарай қарайық, келінімен құттықтап апама қол соғайық қалайық. Көз алдында гүл шағы, айтпай кетсем ұрсады. Жарқын болған келбеті, алтын болған құрсағы. Тірлік қылған расыры, көңілде бар жасыны. Сенің енең өйткені аналардың асылы. Ей шіркін қалайық, тағы бермен қарайық, келінімен құттықтап апама қол соғайық қалайық. Келін сәлем салайық деп, туған енеңізге арнайы 2 сәлем болсын. Үйді, қошемет қайда! Мөлдіреген көзіңмен, аққу бар гүлдегі махаббатты сезімден. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады тіл байланып ұялғандай өзіңнен. Ой, рахмет. Кім десеңіз орын күл міне мықты. Дәл бүгін аттың басын жіберіпті. Билеп келіп сақ кетті көрімдігін, көрген көңіл марқайып шіреніпті. Жан апа әппақ келін құтты болсын. Ержан солай жүректен жыр өріпті. Негізі келген келін мықтау деймін. Демеңіз Ержан оған түн өріпті. Өйткені келген күннен орекеңді ел алдында билетіп жіберіпті. О, келсе де менсінбеушен басқа дүлей. Демеңіз халқым құшақ ашпады ғой.
Апамыз қуаныштан билеп шығып, көріндікке 5-ақ мың тастады ғой, бәрібір бұл сәкеңнен аспады ғой, ай. Оны Ержан қалайша сөз қылмайды. Дүние емес бұлда көз көрмайды. Менің Сәбит көкем бұл мықты жігіт. Ержан қалай тарихын қаздырмайды. Мен білетін бұлтыңның жігіттері әйелдерін өзінен оздырмайды ауғай. Мен өзім Ержан дейтін ер едім ғой. Бүгінгі тойыңызға кеп едім ғой. 2-3 рет айтқанға айып етпе. Бұл менің төгілетін өлеңім ғой. Ақ келін келген күннен ата-енесін жақсылап танып алсын дегенім ғой, ай. Жігіт жақсы болмағы нағашыдан, үйдің жақсы болмағы ағашынан. Өміргүл Бердәулетпен Тұрсынбайлар жиенді шығармайтын санасынан. Ырысбек Ербай мен Зағипалар суырылып шығатын арасынан. Нұрсейіт және Гүлсім осындағы ешкімнің жармаспайтын жағасынан. Ізбасқан мен Рахима орны бөлек, көңілдерде қалмасын Алашыбаң. Дінмұхаммед Тұрғангүл Сәрсенкүл бар, сіздерді айтпай қалай Аласұрам. Ғалым Айгүл Жандос пен қасиеттер, үміт күткен бауырдың баласынан. Негізі біздің манар мықты жігіт қасиетті арыған соң анасынан. Нағашының қандай жан екендігі көрініп тұрған жоқ па, нақ осыдан ай деп арнай нағашылар қауымы Өміргүл Бердәулет және де Тұрсынбай, Ырысбек, Ербай, Зағипа, Нұрсейіт, Гүлсім, Ізбасқан, Рахима, Дінмұхаммед, Тұрғанкүл, Сәрсенкүл, Ғалым, Айгүл, Жандос, Қасиет, Бағдат, Фариза, Талғат, Бақыт, Дариға, Мадина, Сұлтан, Инаят, Мұхан, Айжан бастаған барша нағашыларға 3 сәлем болсын арнайы. Бақытыма балап тұрып, қалай кетем қалап тұрып, көздеріңе қарап тұрып, неге қош дедің, неге қош дедің. Барлығынан биік тұрып, жанарыма күліп тұрып, мені Жібер, музыка ең шығып атыр. Қос! Дүйді! Хоп! Шақарларда, сағыныш қалды жылдарда, біздің махаббаттың ізі бар, жаным, бірге жүрген жолдарда. Әр атқан таңыңда ман, жөн десең жоныңда ман. Шыққандай нағашылар жүзден дара, жүреді-ау баба салған ізбен дара. Ағайын нағашыны көрдіңіздер, қаншама ақ тілегін тізген дара. Жұрттар салса қиналып ақша салат, билеп кеп ақша салған сіздер ғана. Бұл Ержан елге алғыс айтсын деймін, әр сөзі көңілдерді байтсын деймін. Жиеніңнің тойында шашқан ақша Алладан 1000 есе боп қайтсын деймін. Бас бармақпен алатын бағам бар ма? Бұл жерде туыс бар ма, жаран бар ма? Осы тойды сен өткіз дегеннен соң бүгін келмей қалуға шарам бар ма? Сәкең айтты, мен болсам шауып келдім, жырдан шашу шашшам деп жарандарға. 20 минут болды әлі сайрап тұрмын, әрмен қарай сөйлейтін шамам бар ма? Құдай ай, тамағымыз кеуіп кетті, бір жұтым су беретін адам бар ма? Ағайын өлең болса сұрағаның, мен бүгін айтқаныңды құп аламын. Арая бөбі қандар тойға келсе, жөн болар көңіліне ұнағаным. Бағдат, Жанат, Тазагүл,
ғалым Нұргүл сақталғаны осы ғой сыбағаның. Райхан Алмас Лаураға сәлем жаса, берекесін кіргізер бұл араның. Ербол Ләззат Нұрбол мен Фариза бар, жарамас той төрінде сынағаным. Ақ келін сәлем жаса, мұның бәрі мың жылдық сыйласатын құдаларың деп, мың жылдық құдаларға арнайы 4 сәлем болсын жана. Мен сыйлы тағдыр бергенім, еркіме көніп, сердіме берік сенгенім. Тілегімненің білемін сенің бағандай, бағымды жақтың, бабымды таптың сен менің. Баламды туып Шығатын биік шыңның асқарына, бақ құсы қонып тұрған бастарына. Әбілқасым Олманды кім білмейді, жақсыларды ертетін қастарына. Қуанышбай Ақынкүл орны бөлек, нағыз достар екенін растады ма? Алда берген Ұлсара осында жүр, айтылып тілек өлең дастаны да. Және Темеш Қалданға сәлем жаса, тек адалдық тілейтін астарыңа. Әкбарша Асиялар қуанып жүр бүгінгі тойға үлес қосқанына. Қарғали Нағимаға сәлем жаса, көшіңді алға қарай бастады ма? Айтжан мен Жұмагүлдің орны бөлек, тек ашықтық тілейтін аспаныңа. Дүйсенкүл Әсия мен Рахима өлең қылып қайтайын басқаны да. Серікбай Рахима Жүсіппенен Қатираның тойға үлес қосқаны да. Бағдат Сара Жопаркүл Оразгүлдер тек қана алға қарай бастады ма? Зұлқарнай мен Сәлима бастап келген, сәлем сал ата-енеңнің достарына деп, арнайы ата енелеріңіз тойымыздың төрінде Әбілқасым Олман, Қуанышбай Ақынкүл, алда берген Ұлсара, Темеш Қалдан, Әкбарша Азия, және де Қарғали Нағима, Айтжан, Жұмакүл, Дүйсенкүл, Әсия, Рахим, Серікбай Рахима, Жүсіп Қатира, Бағдат Сара, Жопаркүл, Оразгүл, Зұлқарнай, Сәлима бастап келген барша ата енелеріңізге 4 сәлем болсын. Бозынан гүл ұстап, тұрамын ақ жейдемен, махаббатқа масайрап, қажайып бір күйгенем, дәл өзімдей өмірде ешкімді де сүймеген. Күннен шырқаған әнді бірге, құрдас пен салтанатты сәндімінде, тағы да бір бар еді ата енең, тілекші боп жүретін мәңгі бірге. Ол кім десең Манаптай атаңыз бар, демеңдер ұмытылып қалды мүлде. Мәкеңді арнайылап айтсам деп ем, көрсін деп бұл ақ көңіл жанды бірге. Одан соң қалды гүлді енеңіз бар, осы тойда шырқайтын әнді бірге. Олай болса салып бер 2 сәлем, арнайы Манаппенен қалды гүлге. Айқай ағау деп, арнайы Манап атаңызға және де қалды гүл енеңізге, Дүрбейбай енеңізге 3 сәлем болсын. Үшеуінің құрметіне 3 сәлем. Рахмет.
ағайын не десем де шанысым бар. Алдымызда күтетін тағышың бар. Ерлан, Гүлнар, Нұрман мен Зояларда білемін осы әулеттің бағысыңдар. Нұрлан менен Марина, Жарқын менен Эльмира кір шалмайтын арысыңдар. Еркін, Жанар, Бауыржан, Ақтолғайлар тек жақсылық жасаудан жарысыңдар. Тұрсынбек Қарашашқа сәлем жаса, бұл кісілер қайнаға абысындар. Айқаяқау деп арнай қайнаға абысындар. Ерлан, Гүлнар, Нұрман, Зоя, Нұрлан, Марина, Жарқын, Эльмира, Еркін, Жанар, Бауыржан, Ақтолғай, Тұрсынбек Қарашаш, Бақытжан, Жазира, Бағлан, Азамат, Ақжайық, және де Ғалым, Арай, Бақыт, Назира, Бағдат, Ғани, Мақпал, Ғабит, Ләззат бастап келіп отырған барша қайнаға абысындардың құрметіне 3 сәлем. Ай тұратын орындалып өздегені, тек жақсылық емес пе көздегені. Мұрат, Гүлнар, Алмат пен Зілейхалар той десе бұл әулетке тез келеді. Гүлмира, Замираның білеміз ғой, ақ тілек боп жетеді лезде демі. Айша, Асқар, Досбол мен Индиралар жастардың бақыт үшін сөз береді. Ұлан менен Әселге сәлем жаса, ең мықты апалар мен жезделер ауай деп арнай апа жезделер Мұрат, Гүлнар, Алмат, Зілейға, Гүлмира, Замира, Айша, Асқар, Досбол, Индира, Ұлан, Әсел бастаған апа жезделерге 3 сәлем болсын шыққан. Бұрын мендей жігіт көріпті, сенің көркің арман болған талайға. Өткеріп бастан ғажап сезімдерді, ел мен жұртқа қадайын көзімденді. Апа жезделеріңді тізіп айттым, жақсыдан қаламаушем безінгенді. Бір жездеңді тағы да айтқым кептір, өйткені арасында көзір болды. Ол кім десең Досболдай аппақ жездең, қаламаушы ед еңсеміз езілгенді. Айналаның бәріне қамқор болған, жақсылығын қанша рет көзім көрді. Не дегенмен меценат жездең осы, басты өткерген бастан ғажап сезімдерді. Екінші рет сәлем сал қайын жұртқа, Досеке көрінетін кезің келді. Айқаяқау ай деп Досболға арнайы бір сәлем болсын шыққан. Рахмет. Сезіміміз үшін мақпалы шығар, мені де қолдаушы бар, жақтаушы бар. Досболды көрдіңіздер қайын жұрты, мұндай күйеу біреуге мақтан шығар. 5-5 мыңнан 10 мыңды тастай салды, бұл деген бұл тартпайтын ақпар шығар. 10 күннен соң өзде той жасайды, демеңіздер мінезі шатқан шатқар шығар. Бұлайынша 10 мыңнан салушы еді, өз тойына үнемдеп жатқан шығар. Айқаяқау ай ай дүбірлі бір той болса шиелі де, жақсыға жақсы басыны еді ме. Бағлан, Ақжан, Аңсар мен Гүлнар жандос, Тақсалмас нағашының сүйегіне. Айдос пенен Бақытжан Айгүл келді, бір басы зор бақытқа иеміне. Бекболат Сымбат
ғизат асыл заттар, айтқан сөзді көкейге түйеді ме? Нұрлан Мерей Айзере Димашпенен айлана ақ тілегін үйеді ме? Даниял Дамирменен Ардана бар, тұратын көңілінен күй өрілі. Арафат Шерханменен Берік жандай сәлем сал осы әулеттің жиеніне айқаяқау деп арнай аттар аталған барша жиендердің құрметіне 4 сәлем болсын шкені. Көзқарас танытпайын елге бөтен. Мен бүгін жыр айтамын, термелетем. Жиендердің кеп кетті бір шамасы. Ағайын көзіменен көрген екен. Бір жиенді папасы ұстап шықты. Байқаймын қара сөзге мерген екен. Әулетке күйеу балама мына жігіт қайын жұртқа қаттырақ сенген екен. Бұл күйеуге қаттырақ қол соғайық. Ержан солай өлеңін өрген екен. Қайын жұрт сыйлағаны соншалықты оюлы костюм киіп келген екен. Қуанып көкке жеткен төбелері, бөлелердің орыны бөлек еді. Бақытжан Жансаяның осындағы ақ тілек ақтаруға шебер еді. Эльмира, Бақыт, Бекзат, Индиралар сендерге жыр жауһармен көмер еді. Арман мен Аниса мен Саматтар бар. Ұл болсын тілекші болып келген еді. Құрметпен сәлем жасам, мұның бәрі ешқашан бөлінбейтін бөлелер ауай деп арнай Бақытжан Жансая, Эльмира, Бақыт, Бекзат, Индира, Арман, Аниса, Самат, ұл болсын бастаған бөлінбейтін бөлелерге 3 сәлем болсын. Рахмет. Я Алла қыла көріп жүзін қасқар, Ержан тағы бұл жерде тізім бастар. Ғафур менен Манура осындағы дәл мұндай ақ тілектің жүзін қоштар. Асылхан мен Айгерім бастақ келген, ортамызда бар екен ұжымдастар. Деп арнай ұжымдастар Ғафур, Манура, Асылхан, Айгерім, Марат, Айша, Русулан, Ағмарал, Қайрат, Әсия, Ерғали, Ғалым, Арай, Ержан бастақ келіп отырған барша ұжымдастарға 2 сәлем болсын. Рахмет. Қуаныш-қуанышқа қабат кеп тұр. Тағы да елге хабар тарат деп тұр. Бас жағында айтып бір кісіні, өлеңді одан сайын борат деп тұр. Тағы бір нағашыны ерекше айт, екінші рет мақтасаң болат деп тұр. Өйткені етпенен айналысып жүргеннен соң оның қостың үйесі абат деп тұр. Дәуін ағашы басқадан орны бөлек, көресің ғой ортаны жарат деп тұр. Жиенінің тойында нен аяйды, бір жіліктің ақшасын салат деп тұр. Айқаяқа деп арнайы бүкіл Қызылорданы етпен қамтамасыз етіп жүрген кәсіпкер нағашыңа арнайы сәлем болсын. Ауылда көкем бопты, әрбір айтқан сөздері шекер бопты. Бір күні жұмыс істеп баласына көрші үйден балта сұрап әкел депті. Оң жақтағы көршіден сұрап барса, алғанын бермейді ғой әкең депті. Сол жақтағы көршіден сұрап барса, шық берме шығайбайдан бетері бопты. Баласы балта таппай сүмірейіп, үйіне қарай жаймен тепең депті.
балта жоқ деп келгенде әкесі ашуланып жетер депті. Жұрттың бәрі сараң боп кеткен бені, сарайдағы балтанаға кел депті. Орын алған жақсының тек төрінен, нұр шашып тұратұғын беттерінен. Бірақ біздің көршілер ондай емес, кішіпейіл жандар ғой шеттерінен айқаяқау деп. Арнай алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық десе көрші ағайындар Ибрахим, Раушан, Сейілбек, Гүлбаршын, Пазыл, Бағила, Мейірбек, Зухра, Қалдыгүл, Жандос, Толғанай, Рақымет, Айгүл, Қойшыбай, Раушан, Марат, Алма, Сейдахмет, Рита, Ерғали, Анар, Еркін, Меруерт, Нұр, Сағила, және де Әбілдахан, Нұржамал, Русулан, Нағима бастап келіп отырған көрші ағайындарға 3 сәлем. Елмен жұртқа айтылсын өлеңімнің тұнығы. Қайныларың осында балдан тәтті қылығы, және қайын сіңілі өрілген қос бұрымы. Шеттерінен атайын жарқын болсын ертеңі, тамаша болсын бүгіні. Сәлеміңді күтіп тұр қайны мен қайын сіңілі деп. Арнай қайнынылер, қайын сіңілер. Бірінші қайнылерден бастай қайнынылер Бақытбек, Мейрамбек, Шындық және де Шындық бол ма? Шындық бол, қайырымды, мейірімді, сенімді. Ойбай, қандай аттары құдай. Әлинұр, Елнұр, Ханәли, Хантөрі, қайын сіңілілер Аяулым, Ақжере, Айзере, Айжұлдыз, Ақселеу, Маржан, Мереке, Ол жарқын, Асылай бастаған қайны қайын сіңілілерге 4 сәлем. Рахмет. Алынатын алдындағы асқары, тойдуманда қосылатын бастары. Ал келесі сәлеміңді күтіп тұр ортамызда Манарбектің достары. Сән қосатын достар осы сәніңе, ән қосатын достар осы әніңе. Бөліп жармай 5 сәлемді салып бер Манарбектің достарының бәріне. Арнайы достары Төребек және де Ұлданай, Рамазан, Жазира, Нұрлан, Жанерке, Әлшер, Салтанат, Қазыбек, Бейбі Фатима, Ердәулет, Камила, Гүлжанат, Мұхтар, Шахмардан, Ағмоншақ, Серікбол, Әлшер, Асқан, Бақытбек, Бауыржан, Тұрар, Жазира ма, Жазерке ма? Жазерке, Ғаламат, Ұлдай, Коля, Құнанбай. Колядан кен Құнанбай қалай кетті? Нұриддин, Абай, айын бастап келген барша достарға 5 сәлем болсын арнайы. Ата-баба салтында құрдас деген бар тұлға, айтадым әр елде әзіл қалжың қалпында. Ата-баба салтында құрдас деген бар тұлға, айтадым әр елде әзіл қалжың қалпында. Алғыс алып жүретін тәмам елден, көрген ел бас бармақпен баға берген. Бағанамен ұжымды айтып едім, жүрген жердің көңілін таба берген. Екінші рет айтқаным айып болмас, орны бөлек жандар ғой бар әлемнен. Олай болса арнайы сәлем жаса барша ұжымдастарға жаңа келген айы деп. Ержаннан жеткен осы маяк болды. Сәбит көке бітірсем рұқсатпа жазып берген спискі аяқталды. Басымыздан өткердік неше күзді.
ешкімге жібермеуші кесемізді. Халық қойған ағайын жоқ бет мұнда, тізімге қосып ет деп кешемізді. Тамада мені неге айтпадың деп, ішінен сыпқыртпасын шешемізді. Тойға кеп аталмай қалып төбелес шығаратын ағайындарға бір сәлем болсын. Осы тойға келе алмай қалған шиелінің төңірегінде барша бұлтыңдарға бір сәлем болсын. Барша Қызылордадағы бұлтыңдарға бір сәлем болсын. Қазақстанның әр облысындағы бұлтыңдарға бір сәлем болсын. Шекара асып шетелде жүрген бұлтыңдарға бір сәлем болсын. Жер планетасы жаралғалы өмір сүрген бұлтыңдарға бір сәлем болсын. Жастар бақытты болсын деп шапалақ ұрғандарға бір сәлем болсын. Рахмет, екі жастың махаббат әнін айттым. Бүгін тойдың салтанат сәнін айттым. Халық қойған ағайын өкпелемес, жазып берген жандардың бәрін айттым ағайын. Енді рұқсат болса, келіннің бетін ашайық, айдай жүзін халыққа көрсетейік деп жатырмыз. Келіңіздер, келіннің бетін кім аша солыстық дейді ғой. Кім ашады? Біреудің тойына қонақ көп бекенде үй отсыз ғой. Келіңіз, бір қосылық қойайық апама. Орамалың жарасып тұр басыңа, соны сыйлап бара алмадым қасыңа. Бөтен баққа қол созуға болмайды, сабыр көңілім алып ұшпа тасыма. Сендей арлы ару ерді тілеуім, көрініп тұр бар екенді күйеуім. Орамалың құштарлықты орап тұр, ұнатқанмен Ай, стоп. Ана беташардың бәңкісін әткендер бер қарай. Оны қайда кетіп бара жатсыңдар? Жоқ, тиме. Ой, үндемей бірден мен арт қарасам банкына кетіп қала жатыр. Ал, келіндеріңіз құтты болсын ардақты ағайындар. Міне, бетін аштық, айдай жүзін халыққа көрсеттік. Манарбек, кел. Қазақтың баласы, отаны ордалы. Рахмет, ай. Кесел бер қарай, нағыдың? Кім жердің қасына шықпай қалдың? Мадас, құтты болсын. Қалай бәрі жақсы ма? Келінжан, сен жаң орамалдың артында тұрғанда бүкіл әулетпен таныстырып сәлем салдырдым. Бетіңді ашқаннан кейін ең алғашқы сәлемді өзіңнің еріңе, өзіңнің жарыңа иіліп сәлем салып қой. Қазақтың баласы, отаны ордалы. Тағы сал. Алаштың ардағы. Сәлем жағандар бірдеңе сабатыр еді ғой бағана. Сенен ақшалайын деп салдырып атқан жоқпын. Алып келген күні басын иіп бердім. Арғарай иіп аласың ба, иіліп қаласың ба көресің деп жатырым. Осындағына апа көкелерім білет, қазақтың келіндері ер азаматын өзінен бір саты биік қойған. Ер азаматын өзінен бір саты биік қойған үйден бақ береке кеткен емес. Сондықтан келінжан, келген күні еріңе қалай бас иіп құрмет көрсетсең, өмірің соңына дейін солай сыйла. Сол кезде сендерден асқан бақытты жанұя болмайды. Түсіндің ғой? Түсініп тұрма, естіп тұрма мен? Бір мимикамен бір нағымай деген жарайды қоя ба. Келіншектің қасына келе ғой. Бата беруге қайсыңыз? Бірге тұрып бата сұрайық. Әкеуім. Амин. Жастарға. Ақсақал. Амин. Сұрасаң бәте берейін, үстен болсын берейін. Ықыласпен қол жайсаң, ақ тілекті төгейін. Әуел Алла ептесін, жетпесін өз септесін. Бастарыңа қонған бақ дәулет мәңгілікке кетпесін. Көре алмаған дұшпаның мақсатына жетпесін. Дін ислам әманда, жолдарың болсын әманда, жоламасын жамандық, алмағайып заманда, жоламасын зұлымдық, бізбен бірге сағанда, Манарбек Айда сағанда. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін, қырда жүрген қаздырды үйлеріңе ап кесін, қарындарың тоқ болсын, уайымдарың жоқ болсын, шүпірліген үйлеріңде бала шағаларың көп болсын, бақытты болыңдар, көп жасаңдар. Амин, Аллаху акбар. Амин, көке, батаңыз қабыл болсын. Ержан. Ержанға да бәте бір жерінде бар. Қабыл болсын барлығы берілген саған батаның, халық ішінде қадірлі шыға берсін атағың. Мәшинаңмен жол жүрсең, қайда жүрсең, аман жүр, сәтті болсын сапарың. Қосағыңмен қосағар, бақытты болып балалы, 100-ге дейін жасаған. Амин, Алла. Амин, көке, батаңыз қабыл болсын. Маған бата беріп жатсыз, мен сізге бата берейін. Қолыңыз жайыңыз. Алайым әулеттегі баққа айналыңыз. Тек биіктеп тұратын таққа айналыңыз. Пенсияңыз 40 есеге көбейіп кетіп, ақша тығып қоятын жер таппай қалыңыз. Мен аман болыңыз.
Заман иығына шапан жауып жіберген. Ол кезде ақшамен есептеспейтін заман тұғын. Қазір заман осыған келді, бірақ еліме айттым ғой, көкем мен апам сыйлағандықтан оңтүстікте 750 мың алғасын дүниеге қызықпайды екенсің өзі. Ақшаны осы екі жастың табысының алғашқы баспалдағы болсын деп келіннің қолына ұстатып тұр. Енді келін келген күні мынандай ақшаны өзі алып кетпейтіні ақиқат. Енді осы ақшаны кімге бересің? Атаңа бересің ба, енеңе бересің ба? Ертең Алла қаласа, бір жылдан соң дүниеге Толстой ұл келсін, қыз келсін, баланы қайсысына бақтырасың? Атаңа бақтырасың ба, енеңе бақтырасың ба? В общем, кімді жұмсағың келеді, соған берсең. Көрейін. Апасы тұр, енесі. Құдай-ай. Молодец, атыңа бергенмен егең атпаяды бәрібір. Осы бастан тату бола берейін деп тұр деймін. Апам есін жақсы көріп білесіз ба? Ақшасы бар адам жақсы көріп білесің өзі. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Әрине ағайын ауылға жүріп жету болмаймыз, дүние деген қолдың бірі. Бірақ Алла бұйыртса, осы елдің салған көрімдігі екі жастың бақытының баспалдағы болсын. Алла бұйыртса, екеуі ел мен жұртқа мақтанатын жанұя болсын, сезімдері мөлдір таза қария болсын, ұстасқан қолдары ажырамай, жүзге келген қария болсын дейміз. Алла қаласа ағайындар. Мен де иығыма көрмей шапан жауып жатыр ағайын. Халықтың басы болды ма білмеймін. Алла бұйыртса, сендерге біздің жолымызды берсін. Мен 2014 жылы үйлендім ағайындар. Үйлену ойымда жоқ, бір айтыстан бірінші орын алып шығып, әкемен звондадым. Айтыстан бірінші орын алдым, үйге түнде барам деп. Әкем айтыстан келе жатыр деп күтіп отыр. Түнде келе жатып бірден келіншек алып қашып келдім үйге. Үйдегілер білмейді. Түнгі сағат 3-те сигнал басып үйге кіргенде әкем ұрысқан апа. Әкеңнің аузы бірінші орынға қатып беріп жеттім айтыстан сағанды. Аллаға шүкір 5 бала шағалы болып отыр ардақтағы ағайын. 60-шына үміт күтіп отырып бұйырса. Екі жастың ұл қыздары көп болсын. Мен өзі бет ашып жүргеніме 16 жыл болып тағы. Соның 10 жылын зерттеп жүріп, аузымның дуалдылығыма, тілегімнің қабыл болатынына білмеймін. Мен бетін ашқан келіндер тошыны ұл туады екен, болмаса қыз туады екен. Бұйырса екеуінің ұлдызы көп болсын, жұлдызы жарық болсын. Ал, шақтыр тірліктерге кірсін. Құдалар келді ма? Құдалар келсе көтеріп көңіл күймен мыңғыр алған беймен, жаңа